Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар каналы. Бүгін біз 2019 жылы жойылған жануарлар жайлы айтамыз. Жағалау маңын мекендейтін тышқан. Аустралияның Брамбл Кей аралын мекендейтін тышқан түрлері 2019 жылдың ақпан айында ресми түрде жойылып кеткен жануарлар тізіміне енген еді. Бұл антропогендік климат өзгерісі әсерінен қырылып қалған алғашқы сүтқоректі. Суматралық мүйізтұмсық. Қараша айында Борнео қорығында 25 жастағы Иман есімді суматралық мүйізтұмсықтың аналығы өліп қалған болатын. Бұл Малайзиядағы мүйізтұмсық тұқымдасының соңғы өкілі. Ғалымдар Индонезияда 30-80-ге жуық түрі қалды деп есептейді. Гавай ұлуы Эчеттенила эпексилва. Ғалымдар тапқан соңғы ұлуы 2019 жылдың жаңа жылында өлген болатын. Соңғы 20 жыл бойында ғалымдар бұл ұлудың өзге түрлерін іздегенмен барлық зерттеу жұмысы сәтсіз аяқталды. Олардың жойылуына себеп Гавай штатының ауыл шаруашылығына көңіл бөлуі. Олар өсімдіктерді жейтін жәндіктермен күресу үшін жабайы әрі жыртқыш Эгландина рос түріне жататын ұлуды алып келген. Олар тек жәндіктерді ғана емес, осы тұқымды ұлу түрін де құртып жіберген болатын. Багам көктекесі. Қыркүйекте Багам аралдарында тропиктік ураган Дорианның болғаны бәрімізге мәлім. Зерттеушілер осыған дейін аралдан тек құстың 2 түрін ғана кездестірген болатын. Дауылдан кейін олар із-түзсіз жоғалған. 2019 жылдың біз бүгін жойылған 4 жануарларын айтып бердік. Осымен видеомыз да бітті. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар, каналға тіркеліп, лайкты аямайық.